Менің достым бек жұмшақ кіші. Мен анарға бір іш ішләп беруге тиіс едім. Азырақ нәрсе, орысша редактирование енді жазған нәрсесін аны. Сол мені шақырды да, мені бір түркі халқының енді ашханасына бір нәрсе ал өзіңе, ал, мен айтам, жоқ, ашысым келмей, ал де. Енді барып, шулар білән сөйлесіп тұрам, анда тігі орысша раздача деп атылар, шунда мақты да, мен айтам, ілік мен сізді шунда шаған ем, міне шул тігі фасоллы нәрсе, ол жоқ де бүгінде, міне итлі де қабырғасына ма шундай тәмлі де тәмлі, міне бұл тарафта әлі бір киоста бір ханым меңе көршідегі, меңеға көрші болғаш ұшанам, ал меңе зірә тәмлі деп, аласың ол ашарлық түгіл, құжа алдынан яқшатлы болайым деп, бұққа шамағанларын сатырға тырыша, шылай кішіні алдап. Яты да жоқ. Танымаған кішіге айтсаң, яри, бұл таныған көршісіне ені шылай көрші болғаш ұшанасың. Шун кебек, мұнда да еміш тұрды, тігі, міне де шылай яқшы, енді тәмні де тәмні. Мен енді шанмайм енді аны. Жоқ, шылай. Нәрсе ол меңа туған мы, дос мы, бірінші тапқыр көрем десе де бұл ал тігі раздачыда кіші енді, тігі пішіруші. Шунасын, бұл тігі достым төлем дегеш, яреме айтам, ішіні де нештір оңайсыз бейді достан ақша сыраға. Шуа көрайында мен риза болдым, ол кетірділер, ауызға алып қараған едім, не иті тәмі жоқ. Шунасын, ол шамнады да, ол да шап қарады. Мен айтам, қыздырылған ит біріншіден өзі зиян кетірі. Тәмні бұлсағына шында ашарға бола шул көңіл үшін. Бұл қыздырылған, шунасын енді аны суытқышқа қойып суытқанлар, енді менімше ол әлі оптырап сұрап тұра, неге шулай тәмсіз дейм. Айтам, ол бәлкі шул болғандыр енді. Қыздырылған, алар итіне қыздырған, қайнар шағында, міне бек тәмні болғандыр бәлкі. Суықта тұтқаш енді қотырғаш, сұңыдан енді елтіп берәлер. Аны не тәмі енді міне. Ол пішқан ит болса, әлі түзәрлік ол пішқан ит мәселем. Пішқан ит алай болмай. Міне ғафу етіңіз, қаршыма машина, мен сізге фикірлеріні дұрыс түзем деп әлі Алла сақласын. Машинасында қылдарға ықтимал. Фикірлеріні бөлелер шулай. Шулай міне. Тігі айттым бет, сәудәгәрінің милләті жоқ. Сәудәгәрінің милләті сәудәгәр. Шон кебек бұлар ойлай қарадым мені. Анда, санда, қәммәсі ұтыра шәйгін әшіп тек, құры шәйгін әшіп ұтыралар. Я тігі үләнлі шәйлер. Аны да мен ойладым енді. Қарасам ол 350 сум тұра бір не нәрсе деп айттырға енді. Шәйнуге кішкінәгіна фарфоровый. Шол Кабардино-Балкарияда болған едім. Анда шол түрлі үләнлер қайтқаш мен біраз ширлеп кеткен едім. Мен аны қайнатқан едім. Шунды емшақ мен ғұмырда ойламадым. Шунды Кабардино-Балкарияда шол тауларда жиған үләнлер түрлі түслі әлләнде үләнлер аны емшақ һәм файдалы деп міне ойлап тұрам. Міне бұл үлән шол енді налчикаттан ауқайтқан үлән мәселен неше шәйнікке жеті. Бәлкі бір 15 шәйнікке жетір. Енді аз дегенде 10-ға жеті мәселен. Анда 100 сум тұра. Ну, міне шул мәселен. Бір түрлі рызық ол бей қимат та түгіл, әмі ол үстейлер. Міне аларға айтасын келе, міне біздің таджик халқы бар, мұнда аларының ашханалары бар мәселен. Чайхана деген. Анда енді туған күнімізде бардық туғанлар білен. Тігі юлда, бұл юлда мәселен, анда айтасын келе, рызықлары ұшады, алар қиматта түгіл. Сіз оптырап тұрысыз. Ол мәселен, анда бір яғынан оборот де, екінші яғынан білесіз ма, алар бейт көбісінше 90%-тан артық милләттәшлері келіп, шында тоқланы берейлер. Әгер де алар бәйәні құттырса, алар милләттәшлері білесіз алар. Алар шүтлілер әр тиінні шүтлап тұралар. Әлі мен фатирға кіртем дегенде алар тұтынды. Міне 5 кіші орына 7 кіші болмеймі? Қуақын түшір деме айтам. Неге 100 кішіні 5 тиіннен сіз
кіртмейсіз. Айдағыз мен айтам, 100 кіші кірсін 5 тиыннан. Тек міне арзандырақ шулай. Той болса, Тажикстанда құтыртып, бәленбай ақша шығарып, алар нейті. Анса айтып, нешеге айтырға енді. Сөз де жоқ. Алар мәселен мұнда қойсы уақытта сені шақыра, пулауға келді, шылай дей, сен барсаң, пулауға отыртып, түрге сені құрмет етіп, қонақ етелер мәселен, сен қонаққа барсаң, анда бар, әмме шунда да қарап тұрасың, алар татардан да ашып кеткен. Біздің уақытында шул сәудагерлер болған, алар енді революцияда большевиклар қырып бітірген аларыны, нәсілін. Бізде енді қазір яңадан бір сәудагерлерінің шул нәрсе енді сәудагерлерінің қабиләсі десәрі боламайды. Бір айтса боладыр, сәудагерлер қабиләсінен яңа тек кішігіне бірінші буындар ғына тек шығып келе, аларының дистелер буындары сақланып қалған. Алар шумар біткәлінер. Алар нешек ішін алып парға біләлер. Біздің айттым бе, шол тігі ит сатушы ханым кішілеріні келе кіші, оланарға сыфаты жетмеген итні сата, тігілер бірсі айтса, бұл ғафу тінмей, оларға ақыра башлы, құтырына башлы, яратмай. Шуңа көре мен бір уақытта айтты, бұл мені газетте yazып сәуданы тұрғаш, біле, шуңа көре менге қаршы айтмады енді ол. Мен айтам, сен мені сөйледі мен тапқыр. Бір юлы сен аларына сүгіп жібересің, екінші юлы алар кетіп барғанда тәмілі сөз білен шақырасың алар. Ол татар халқында тек айтқан еді, айтым бар, тәмілі сөз білен йыланны да еміш шықырынан, тігі тишігінен шақыртып аларға болады. Жоқ, ол мұнда ішләмей бұл принцип, бұл айтым. Шынки сен аны рәнжеттің, ол сені көріге анын кайфы бұзыла, көңілі бұзыла анын, ол искә түшіра, сен неше күнілік аны сүгіп жібердің. Сені мен айтам, іліккі кептегі кішілер кібік, өзіңді қожа деп, сен қожа түгіл. Сеңа ақша керек болса, ақша үшін сен түп мақсат ақша болса, кіріш мен нәрсе шу ақша. Сен аларға құл кібік, өзіңді тұтырға дейір. Сен аны айтырсың бір патша алар алдынан, алар сен құлларың. Алар мен айтам, міне, қатта шул аяқ киімін сатып тұра. Бірші кісі айтты сөйледім бет, кейлі мәселен біздің кіші. Оланды размер болмаса, шатланып күтігіз 1 минут деп шауып барып, әлі кімнің бір танысына алып келе, шул қақымнен сата, келешекте де шулы келсінер деп. Міне неше күйгірі бері. Біздікі өзікі әлі хан болай. Міне мен айтырсың, әлі кешегіне ме болған Совет Союзы, шунан сәудагер айтырсың келген. Өзгерді жәмәғат. Қазір тауар туылып тұра. Қайдағына жоқ ол тауарлар. Қызғаншқа қаршы тек сыфаты түбән. Қызғаншқа қаршы сатушылар шондай ұятсыз. Қызғаншқа қаршы сәләтлері жоқ. Қызғаншқа қатар тәжірибелері жоқ. Қызғаншқа қаршы кішілер білен сөйлеше білмейлер. Кішіні рәнжеттерге, ақырға, бақырға, иплігіне сөйлеге болмай. Сіз айтырсыз, өзің нешек? Жәмәғат, мен редакцияда әлі шылтығы алтын қалам алғаш қына танылған болғаш, меңе персонал қызмет хақын баш мұхарин маржа қоя башлады, айырым. Анаға қадар менде ақша жетмейдір. Жетмей тұрадыр. Мен анда қатта китаплар базарға парып сатадыр. Тағы нәрселер ұялмайдыр. Шынки уақытта қар қайсы ауыр халда яшады. Шында мен аны аңладым. Түзірге керек. Шынки ол сеңе ақша кетірі. Базарға да мәселен ол машина білен кетіріп сеңе тауарыны ташлап кеттілер. Сен анда я қауын ауыр, я қарбыз мәселен, я нәрсе алмамы, көп мұ саттың мұ сен, аз мұ саттың. Ол кіші көтеріп бара үйіне. Аны, ол кибітке кірмеген сеңе келген. Сен аны, айда міне, шіргенні құтылайым әлі беріп. Шул орыс айта минутный, нәрсе 7 минутный выгоды деп атылар. Бізде надан халық. Шундай орыс айта прописанные истины. Шуны қатта білмей. Шул минутта, шул мезгілде біраз ақша кірсін деп қайғыра. Менімше ол әлі тігі біздің бір құдағи бар апамның. Шул құдағи хақында сөйлеген ие. Мен әде жібері бөлекке, әммәтік
шири башлаганнарны җибәрә яшелчә ди, яратмый. Ә мин уйлап торам, дөрес эшли сәүдәгәр ул. Нәрсә инде? Сәүдәгәр буларак ул. Чөнки ул аның гел сатып алучылары бар. Аларны рәнҗетми, аларга югары сыйфатлы. Ә сиңа бит бүләккә җибәрә. Теләмәсәң алма. Менә минем ике туган бер энем күрше шәһәрдә яз көне бәйләнде дә миңа инде. Айда мин сиңа бирәм, ул монда машина йөртә пассажирларны. Бәйләнде, кирәкми ми әйтәм, синең бәрәң бәйләнде дә бәйләнде. Ярый ми әйтәм, алай булгач, ярый инде. Яхшы, яхшы. Шунасын мин ага инде, мин үзем исем китми, аракы, чит илнең аракысы каядыр миңәдер кайдандыр эләккән. Бүләккәм нәрсәм, мин шул шишаны бик яхшы кыйммәт чит илнең матур шишасын апарып бирдем. Ул миңа бер 2 кап чиләкме шул бәрәңгесен бирде. Алып кайтсам алар яшел, ям яшел. Әйтәм, бу юлы да теге апам әйткән, тагы ди ул тәкъдим итәм. Әйтәм, юк, кирәкми, баш тартмый әйтәм. Ул мен әйтәм, возьми, Боже, что мне не гоже дип. Мен әйтәм, без бит анар сорамыйбыз. Әле мин бер күрше бар иде, ул хәзер тормый. Бер вакытта мин акчага авыр хәл булганда кертеп биргән яз көнне үреп биткән помидорны, ул гафу итегез, бәрәңгене үреп биткән. Ул бинде зыян китерә. Ул имеш мине нәрсә дип саный. Шуны уйласын менә. Ул менә әйтем бар биргәнгә, мәсәлән, 5 тә күп, алганга 6 да аз диләр. Ә инде ник уйлап торам, безнең халыкта шундый әйтем юк икән, менә бирүче сыйфатлыны бирергә тиешме, сыйфатсызмы? Әмма минемчә ул туган булса, әйтергә тиеш. Менә миндә бу бераз мәсәлән шул бәрәңгем бар, яшел төс керде, шулай бузыла башлады. Риза булсаң, мин сиңа бир, шулай дип. Юк, алар әллә ничек нитәләр, ал дип. Шунасын сиңа көчләп бирәләр, кирәкмәгәндә хатта. Ул инде туганнар арасында минемчә килешми, анда инде туганнар теге вакытында безнең бик танылган шәхес бар, Каюм Насыйри, агартучы, просветитель. Ул да әйткән, мин газеттә татар телен алып барган идем, өйрәтсеннәр дип. Шунда бер аның фикерләре белән таныштырдым укучыларны. Сорыйлар ди, мәсәлән, син сәүдәгәр, бир әле миңа дип, мәсәлән, шул товарны бир, бу хакын төшер. Син хакын төшермә ди. Аларга ди. Соңдан ул синең хезмәт җимешең, эш җимеше. Син аларга ди соңдан бер вакытта бүләк бер нәрсә бирерсең аерым ди. Бер кайчанда алай, әгәр дә син төшерәсең килми, берәүгә дә төшереп бирмисең, анарга да төшереп бирмә дип төшереп. Ничек төшермә инде биргәндә дип, хакын төшермә дип. Шулай дип әйтә. Менә шуны белән сине таныштырыйм дигән шундый фикерләр белән. Кем мине белән ничек хуплый аны, мине фикерләрне бераз шатландырыр, әгәр дә кем хупламаса, киресенчә, мәсәлән, ул үзе фикерләр белән безне таныштырсын. Бәлки анарда да үзенең бер фикере бардыр. Анда да әйтәс килә, сатучы мен үз ягыннан үзен ни инде урыс әйтә бит. У каждого своя правда ди. Шул кебек монда инде мин сезгә теге третейский судья ди, менә шуларда әйтә алмыйм. Әмма кайсы вакытта сиңа кирәкмәгән нәрсәне кыстап биргәннәр, шунарга күрә мин яратмыйм андый нәрсәләрне. Кыстап инде сыйфатлы булса аңларга була, а сыйфатсызны тик акча кесәгә керсен, бер ризык әрәм булмасын дип, андый төп максат булса, минемчә ул җәмәгать кешене бердә матур яктан күрсәтми. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.